Мұғалімің тағы хабарласты. Не тағы жүріп жүрсің? Не қылған адамсың? Не ойлап жүрсің, а? Достарың да жоқ. Бері қара. Қайда кеттің? Мама, бұл менің шаруам, араласпа. Мені жайыма қалдыр, ешкімді көргім келмейді. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Бұл полиция капитан Обакиров. Сіздің ұлыңыз теракт жасады. Главное, что все хорошо. Я справлюсь с этим. Плохие взаимоотношения с кругом общения, с родственниками, с близкими. Теріс жолды насихаттайтындардың тұзағына әдетте айналасындағы адамдармен тіл табыса алмаған, жақындарынан қолдау таппаған, тұрақты жұмысы жоқ немесе қандай да бір қайғылы оқиғаларда басынан өткендер түседі. Мәселелерін тыңдап, кеңес беретін адамдарды қасынан таппағасын, қолдауды ғаламтордан іздейді. Алайда монитордың ар жағында отырғандардың арасында алдап көндіретіндер кездеседі. Әдетте теріс ағымдағы дінді ұстанатындар жақсы психологтар. Олар адам психикасының әлсіз тұстарын іздеп, осы әлсіздікті өз пайдасына қолданады. Тұзаққа түскен адам жақындарымен араласуды қояды, айналасындағыларды жау деп қабылдайды. Адам алданып жатқанын, теріс жолға түскенін өзі байқамайды. Осы орайда туысқандары, көршілерінің рөлі маңызды. Егер мәселені ерте байқап, тиісті органдарға, кәсіби мамандарға көмекке жүгініп, немесе сол адамға көбірек көңіл бөліп, оны не мазалайтынын анықтаса, қайғылы оқиғалардың алдын алуға болады. Вербуемый человек разрывает с ними отношения, вот тогда родственники и друзья приходят и пишут заявление, обращаются за помощью. В текущем году у нас 7 дел об административных правонарушениях. Биыл интернет арқылы теріс ағымдағы дінді насихаттаған үшін 7 адам сотталды. Әдетте бұл бағыттағы үгіттеу YouTube әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы жүргізіледі. Алдап көндірудің алдын алу үшін әлеуметтік парақшаларыңызды бейтаныс үшін жабық аккаунт режимде ұстаңыздар. Өйткені әлеуметтік желілер арқылы өміріңіз баршаның назарына ұсынылады. Сіздің жиі баратын өміріңіз, араласатын адамдарыңыз жайында ақпаратты білуге болады. Оның көмегімен сіздің психологиялық портретіңізді жасауы мүмкін. Парақшасында өзі жайында еш ақпараты жоқ, немесе діни суреттер мен осы тақырыптағы посттар жазылған адамдардың достығын қабылдамаңыздар. Либо наоборот, у кого на личных страницах очень много фотографий на религиозную тематику. Например, это какие-то кресты, полумесяцы, ангелы и так далее.